Жаңа конституция жобасы ел тарихындағы маңызды қоғамдық һәм саяси оқиға. Ол мемлекет дамуының жаңа бағытын айқындап, демократиялық қағидаттарды нығайтады. Құжатта әсіресе билік тармақтар арасындағы тепе-теңдік күшейтілген. Мәжіліс депутаты Наталья Дементьева осылай дейді. Оның пайымынша, бұдан былай азаматтар қоғамдық саяси өмірге етене араласып, мемлекет пен бұқара арасындағы байланыс жаңа деңгейге көтеріледі. Бұл күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет тұжырымдамасын іске асырудың айқын көрінісі болмақ дейді депутат. Болашақ осы реформалардың қарапайым азаматтарға тікелей қатынасы өте нақты көрсетіледі. Жалпы парламенттің үкіметті қалыптастыруға қатысуы және оның қызметін бақылау саяси жауапкершілікті күшейтеді. Біз уақытша саяси модель емес, жалпы берік құқықтық жүйе қалыптастырып отырмыз. Ал тұрақты мемлекет, менің ойымша, ең алдымен өкілеттіліктері теңгерілген және жауапкершілігі нақты айқындалған институттарға сүйенетін мемлекет. Бір сөзбен айтқанда, күшті президент, ықпалды парламент және есеп беретін үкімет деген қағидатын бірден жүзеге асырып береміз.